Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақта зат есім жайлы өтетін боламыз. Зат есім сөз табының анықтамасы заттың, құбылыстың, атын білдіретін сөз табы. Сұрақтары кім, не, кімдер, нелер? Мысалы, құс, тамақ, асан, қазақ, жүріс, жаңбыр, Қазақстан, сайлау деген сияқты сөздер жатады. Зат есімнің өзі дара есім, күрделі есім болып екіге бөлінеді. Дара есімдер бір ғана түбірден тұрады, яғни сөзден тұрады, ал күрделі есімдер кемінде екі түбірден, екі сөзден тұрады. Мысалын айтатын болсақ, өзен. Бұл жай ғана бір түбір, жай ғана өзеннің бар екендігі айтылған. Келесі жолаушы. Түбір мен қосымшадан құралады. Қосымшаның өзі жұрнақ болып тұр. Бұл жерде жазу басқа, есіп болады, ал шығысы ол жазушы адам екендігін көрсететін болады. Ал күрделі есімдерге мысал балмұздақ, біріккен сөз, мысал балмұздақ. КазМУ, Қазақстан мемлекеттік ұлттық университеті. Қысқарған сөз болып тұр. Ата-ана қос сөз, қазақ тілі сөз тіркесі болып тұр. Сонымен зат есім құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара бір сөзден ғана тұрса, күрделі зат есімдерге кемінде екі, онан да көп түбірден құралған формалар жатады. Ондай зат есімдер қазіргі қазақ тілінде төрт түрлі. Біріншісі біріккен зат есімдер, екіншісі қосарланған зат есімдер, үшіншісі тіркес құрама зат есімдер, төртіншісі қысқарған зат есімдер. Алған білімімізді қорыту үшін тапсырма орындайық. Мына жерде берілген дара және күрделі есімдерді бөліп жазыңыз. Келесі негізгі зат есім, туынды зат есім. Негізгі зат есім құрамын бөлшектеуге келмейтін түбір зат есім болып саналады. Туынды зат есім түбірге жұрнақ жалғануы арқылы жасалатын есім. Жаңа сөздің туы, яғни былай айтатын болсақ, негізгі зат есімнің мысалы өзен, түбір, ешқандай қосымша жоқ. Су, түбір, адам, түбір, кәсіп, түбір. Ал туынды зат есімнің мысалы достық, түбір, жұрнақ. Балықшы, түбір, жұрнақ. Тазалық, түбір, жұрнақ. Қыстау, түбір, жұрнақ. Қосымша ақпарат айтып кететін болсам, негізгі зат есімдер деп тиісті морфемаларға, түбірге және жұрнаққа бөлшектенбейтін тек бір ғана түбір морфема, сөз, морфема яғни сөз ретінде қабылданатын заттық атауларды айтамыз. Туынды сөздер түбірге жұрнақ жалғау емес, жалғануы арқылы жасалады, яғни жаңа сөз пайда болады. Мысалы ас, пас, оқушы. Бұл жерде негізгі есімді дара есіммен шатастырмау қажет. Дара есім жалғау деген мағынада бір ғана түбірден, сөзден тұрады. Оның құрамында қосымшалар, жұрнақ немесе жалғау болмауы мүмкін. Бірақ бір ғана жалғау сөз болады. Мысалы алманы деген сөз әрі негізгі есім, өйткені құрамында жұрнақ жоқ. Тек ны деген жалғауы бар. Табыс септігі. Әрі дара есім, өйткені бір ғана түбір бар. Алманы жу, қызыл алма, алмалы деп тұрған жоқ. Тағы да зат есімдер жалпы және жалқы есімдер болып екіге бөлінеді. Жалпы есім заттың жалпы ортақ атауы, кіші әріппен жазылады ол. Ал жалқы есімге көшетін болсақ, белгілі бір затқа ғана берілген атаулар бас әріппен жазылады. Мысал айтатын болсақ, өзен, адам, жылқы, қала, тау, тағы басқалары. Бірақ бізге жалқы есім айтатын болсақ, қандай өзен? Есіл өзені. Кім адам? Асан адам. Қай жылқы? Тайбурыл жылқы. Жалқы есімдерге толығырақ тоқталатын болса, кісі аттары: Асқар, Арлан, Арғыбай, тағы басқалары. Мысалы Арсланбек Байрамбайұлы. Үй хайуанаттарына берілген атаулар аттары: Тайбурыл, Ақтабан, Таймас, тағы басқалары. Өндіріс, мекеме, ұйым аттары: Еңбек, Қайрат,
түркісіп, тағы басқалары. Газет, журнал, фильм, кітап аттары мен жеке шығармалардың аттары: Егемен Қазақстан, Өркен, Менің атым Қожа, Қан мен тер, тағы басқалары. Географиялық атаулар: Алатау, Қаратау, Іле, Ертіс, тағы басқалары. Теміртау, Абай даңғылы, Республика алаңы, тағы басқалары. Қала, көше, алаң аттары, тағы да басқа жалқы атаулар жатады. Ал жалқы есімдер үлкен екі салаға бөлінеді. Біріншісі кісі аттары, ономастика, географиялық атаулар, топонимика. Екінші тапсырма: білімді қорытындылау үшін әрине өз біліміңізді жалқы есімге мысал келтіріңіз. Зат есімдер тағы деректі және дерексіз зат есімдер болып екіге бөлінеді. Деректі зат есім көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат есімдер. Дерексіз зат есімдер көзге көрінбейтін, тек елестету арқылы оймен сезіп білетін заттарды айтамыз. Мысалы, деректі зат есімдерге қағаз, қалам, үстел, үй, парта, кітап деген сияқтылар енеді. Ал дерексіз зат есімдерге мысалы ой, арман, сезім, сағыныш, тағы басқалары енеді. Сонымен сіздермен болған мен Абдыраманов Арсланбек, мұғалім. Хош саламаттар болыңыздар. Келесі сабақта көріскенше.